Ассаламу-алейкум қыздар, бүгін сіздермен бала кезімде анам жиі жасап беретін, көптеген жандардың көңілінен шығатын жаңғақ печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни бүгін орешки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Осы сары майымыздың үстіне қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтақтарыңыз болмаса, қарапайым қантты қолдансаңыздар да болады. Үстінен бір дана жұмыртқамызды салып, венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде осындай қоймалжың масса болады. Үстінен тұзымызды және де сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды қаймақпен алмастырсаңыздар да болады. Тағы да жақсылап бір араластырып жібереміз. 5 грамм ас содасына 9 немесе 6% уксусымызды қосып, араластырып қоймалжың массамызға қосатын боламыз. Соданы міндетті түрде газдетіп алыңыздар, әйтпесе дәмі шығып қалуы мүмкін. Егер де содаларыңыз болмаса, орнына разрыхлитель пайдалансаңыздар болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен ұн салып отырып, алдымен венчиктің көмегімен, кейіннен қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қыздар, описаниеда көрсетілген ұннан сіздерде аз кетуі мүмкін, немесе көп кетуі мүмкін. Ұнды бірден салып жібермей, аз-аздан қосып отырып, дәл видеодағыдай қамырды илеп аласыздар. Бізде осындай пластилин сияқты әп-әдемі жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымызды пищевая пленкаға орап, 15 минут шамасында холодильникке салып алатын боламыз. Біздің қамырымыз кішкене тынуы керек. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды осылай 4 граммнан өлшеп алатын боламыз. Бұл міндетті емес, көз шамасымен жасай берсеңіздер болады. Қамырларыңызды 5-10 минут алдын осылай дайындап алсаңыздар, пісіру кезінде өте оңай болады. Орешницаны қыздыруды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған орешницаларымызға қамырларымызды салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Әркімде орешница әртүрлі болғандықтан, әртүрлі уақытта піседі. Арасында ашып қарап тұрыңыздар. Қатты қызартып қажет емес. Менің орешницамның артқы жағына қарағанда алдыңғы жағы кішкене ертерек піседі, сондықтан кішкене қызылдау болып кетті. Негізінен кішкене ақшылдау етіп ала бергендеріңіз дұрыс. Қалған қамырларымызды да дәл солай салып пісіріп алатын боламыз. Енді жаңғақтарымызды бір-біріне жабыстыратын боламыз. Біздің қамырларымыз осылай әп-әдем болып пісіп шықты. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Мен варенканы және де грек жаңғағын пайдаланатын боламын. Варенканың өз формасын жақсы ұстайтынын пайдаланғандарыңыз абзал. Жаңғақты да өздеріңіз ұнататын жаңғақпен алмастырсаңыздар болады. Жаңғақтарымыз әдемі болып көріну үшін осылай кішкене шетіне артық болып шығып піскен бөліктерін қарапайым пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Шайға жасайтын болсаңыздар, алып та қажет емес, сол күйі жапсыра берсеңіздер де жарайды. Жаңғақтарымызды бір-біріне жабыстыратын боламыз. Ортасына осылай варенкамызды салып, барлық жеріне жайып аламыз. Жаңғағымызды саламыз. Жаңғағымыздың келесі бөлігіне де дәл жаңағыдай етіп варенкамызды салып аламыз. Варенканы кішкене көбірек салсаңыздар, біздің жаңғақтарымыз бір-біріне жақсы жабысатын болады. Міне біздің жаңғақтарымыз дайын. Енді дастарханға тарта берсеңіздер болады. Қалған жаңғақтарымызды да жапсырып алатын боламыз. Жаңа айтып өткенімдей, салмасы кішкене көбірек болса, жаңғақтарымыз жақсы жабысады. Біздің жаңғақтарымыз дайын. Шаймен ішкенге таптырмас тәттілердің қатарында. Қамыры да қатты болып қалмайды. Ауыздарыңызға салсаңыздар еріп кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Видеоны лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Арнаға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдыда бұйырса жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.